Кенесары ханның соңғы күндері. Жолдан араласқан қырғыз жігіті 2-3 күн жүргеннен кейін шешіліп, сөзін айта бастады. Басында біздің ішіміздегі манаптар орысқа адалдығын дәлелдеп, Кенесарының басын кесіп апарды. Шындығында, Кенесары ақылының аздығынан емес, ерлігінің кемдігінен де емес, қасындағы өзін ерген жандардың сатқындығынан майып болды. Сатып кеткен қасындағы батырлар, мынау ұлы жүздің батырлары тастап шығып кеткеннен кейін еріксіз өз еркімен қолға түсті. Бауыры Наурызбай мен екеуі шын батыр, қас батыр екендігін көрсетті. Сабаздар, бірақ оны ұғынатын, түсінетін сана қырғыздың ішінде болмады. Амал не? Бөлшектеп, бөлініп құрылған жұрт өзінің әлсіздігін ешқашан өзінен көрмейді ғой. Өзгеден, басқадан көре беретін анық. 2 ай Кенесары мен Наурызбайды қолына ұстады қырғыз. Мынадай көк бөрінің тұқымынан, қара көктерден тұқым алайық деп, қойындарына қырғыздардың небір қас сұлуларын салды. Бірақ екеуі де ер туған тағының бөрілер тектес текті ерлер. Қасына жатқызылған қырғыздың сұлуларына көз салып та қараған жоқ. Одан сайын суық түстеніп, астан бас тартып, ішіп жеуден қалып, 5 уақыт намаздарын оқып, өздерімен өзі бір әлемге, азат әлемге еніп, тағдырына бастарын тігіп, өлеусіреп, жанып, көз алдымызда өліп бара жатты. Мен сондағы бір манаптың қосшысы едім. Қырғыз өз ішінен 2-ге жарылды. Біреуі, бұл бәрібір өз қолымыздан өледі екен, одан да қоя берейік десе, екіншісі, қоя берсек қайта өзімізге шабады, өлтіру керек деп шешті. Аяғында есерлер солардың дегені болып, Кенесарының басын шапты. Кенесары хан басын шабар күні өзі білгендей, әппақ боп қуарып, түсі қашып, келсең кел деп қорықпастың кейпіне еніп алған екен. Сол күні түс әлетінде басын алатындығын айтқан кезде бауыры Наурызбай, мені де бірге өлтіріңдер деп қалды. Бүкіл қырғыз манаптары жиылып алып, қарқ-қарқ күліп, тамаққа тойып ішінді. Алдындағы жалжаяны Кенесары мен Наурызбайдың алдына апарғанда керек те қылған жоқ. Басқа бір ерліктің, өрліктің патшалығына көз салған көзсіз ерлер маңайдағы даурықпаға мән беріп те қарамай, үнсіз өздерімен өз екен. Артынан намаздарын оқып, жуынып, шайынып, басын шаппаққа шығарғанда анық дайын еді. Содан соң сыртқа шығардық. Еңсегей бойлы 2 азамат бастарын шабар тұста бірін-бірі жымиып құшақтады. Жылаған жоқ. Мені өлтір, мынаны қалдыр деген жоқ. Неге болсын көнген, неге болсын басын тіккен жандар екен. Ең бірінші Кенесарының басын шапты. Наурызбай байлаулы қалпымен қарады да тұрды. Көзінен жас ағама, мүмкін бір шымыркеніп қалама деп едік. Жоқ, дыбыс берген жоқ. Мынау түздің тағысы қасқырдың жон терісін сыпырып жатқанда азуын ыржитатын секілді. Басқаша бір күреңді түрмен тұрды да қойды. Содан соң Наурызбайдың басын шауып алып жеке қойды. Екеуінің де көздері ашық қалпыменен, маңайына суық қабақпенен қарап қалған екен. Қан басқан ұлы кеуделерін әкетіп бара жатқанда, біздің ішіміздегі шайқы бұрқы, арғы тегі кім екені белгісіз бір ит бар еді. Сол жүректерін көрсеңдерші, осылардың жүректерінде түгі бар мекен деді. Есіріктердің уына масайып қалған жұрт ұлы кеудедегі қос жүректі суырып алды. Я, жүректе түк болады екен. Бұндайды кім көрген? Қос жүректе қарапайым адамның алақанына салатындай түк тұрды. Мен мұндайды алғаш көруім. Сәлден соң жаздың күнінде ағыл-тегіл боран соқты. Бұл қырғыздың жайлауында болмаған дүние. Бораннан соң әппақ қар жауды. Ел әркім өз-өзімен әуре боп, 2 бас сыртта қалды да кетті. Содан соң орысқа жағам, содан сыйлық алам деген қырғыздың манабы Кенесарының басын орап алып Ресейге кетті. Машқұрдың мұңы романынан үзінді. Оқыған Ғалбият Нұрзат.